Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің есімім Ертайдың Мұхаммед. Мен бүгін Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары туралы айтып беремін. Маргуш. Бұл Маргуш қаласы біздің заманымыздан бұрын 18-13 ғасырлардағы қола дәуірінде, яғни темір дәуірінде Орталық Азияның оңтүстігінде Мұрғап жазирасында отырықшы егіншілік және қалалық мәдениеті болып табылады. Және біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта астанасы Конур болды. Маргуштықтар алдыңғы, яғни тарихтың аренасына шыға бастады. Азия мен Инд өзені аңғарында өркениеттермен байланыс орнатты. Хорезм бұл Амударияның төменгі сағасында орналасқан ірі мекен. Хорезм Амудария өзеніне тәуелді болып келеді, яғни оның негізгі су каналдары Амудария болып келеді. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта немесе 1-ші мыңжылдықта хорезмдік отырықшы егіншілік өркениет пайда болды. Бұл мәдениеттің негізгі даладан бастау алған. Біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдықтың басында өлкеге хорезмдіктер қоныстанған, көшіп келген. Әмудариядан су тартып, канал жүйелерін жетілдірді. Яғни суландыру жүйелерін күшейтті ғой. Соғды Амудария мен Сырдария аралығындағы ірі егіншілік аймағындағы Мараканд қаласы пайда болды. Қол шеберлік жақсы дамыған. Яғни ол жерде ұлы жібек жолына арналған заттарды жасай білген, және де қолөнерлік пен білім жақсы қалыптасқан мекен болып табылады. Ферғана бұл тау арасындағы ойпат болып табылады. Бұл жерге су Сырдариядан тартылған. Ферғана Ахименидтік және Александр Македонский империяларының құрамында болған. Дәл осы жерге Александр Эсхатты салуды бұйырды. Александр Македонскийді танитын шығарсыңдар. Шыңғысхан сияқты тұлғаға жатады ғой. Александр Македонский естісек біз көз алдымызға оны жаулаушы ретінде көреміз. Және ол жаулауды ғана емес, көптеген білім, ғылымға көп көңіл бөлген. Себебі оның үйретушісі Геродот қой. Шаш, яғни Ташкент болып табылады. Біздің заманымыздан бұрын 1-ші мыңжылдықтың ортасында өңірде 30-ға жуық шаһар болған. Шаш қаласының іргесі біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырдан бұрын қаланған. Ал 1-ші мыңжылдықтың кезінде далалық түркілер мен соғдылықтар кейіннен Мәуереннахр тұрғындарының негізгі сауда орталығы қызметін атқарды. Жетісу қаласы, яғни немесе мекен. Бұл жерді кезінде Асан Қайғы атамыз көп мақтаған жер болды. Себебі Жетісу ата-бабаларымыздың мына бір нақыл сөз бар ғой, жер жәннаты Жетісу деген. Бұл жер жәннаты Жетісу деп аталған мекен. Яғни анықтамасын айтатын болсам, Балқаш көлі мен Ыстық көлдің арасындағы тарихи мәдени аймақ. Бұл жерде дәл жеті өзенді емес, көп сулы дегенді білдіреді.
құрғақ далалы жермен салыстырудан шыққан атау болып табылады. Тянь-шанның солтүстігіндегі тау басынан көптеген өзен ағады. Ауыл өңірдің ең басты су көзі кең арналы Іле өзені. Тянь-шанның бөктерінде аралас шаруашылықпен, жартылай көшпелі, толық көшпелі малшылықпен, егіншілікпен әрі бау-бақшалықпен өсірумен айналысқан ғой бұл жерді. Ежелгі уақытта бұл жерде үйсін қалалар дамып, соқтылықтардың сауда орындары өркендеген. Ал қазба жұмыстарын жүргізген қазақстандық археологтар нақты деректермен дәлелдеді. Шығыс Түркістан. Шығыс Түркістан бұл Қазақстанның бір облысы да болып табылады. Қазіргі Түркістан деген облысты білетін шығарсыздар. Түркістан десек, біз алдымызға Қожа Ахмет Яссауи кесенесін елестетеміз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін неге елестетеміз? Себебі кезінде Қожа Ахмет Яссауи ұлы ғұлама, ұстаз. Қожа Ахмет Яссауи қайтыс болған кезде оның шәкірті Ақсақ Темір, Ақсақ Темірді танитын шығарсыздар. Кезінде Шыңғысхан ұрпағы ғой, ұлы империя құрған. Сол Ақсақ Темір өз ұстазын жерлемек болып, осындай кесене соққысы келген. Бірақ та оған бір ақсақал айтқан екен, бірінші өзін алғашқы ұстазына кесене салып беруін керек деп. Сол кезде оның бірінші ұстасы Арыстан бабқа кесене салып берген екен. Содан кейін барып осы Қожа Ахмет Яссауиға кесене салып берген. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде біздің қазақтың хандары жерленген. Шығыс Түркістанда, яғни Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде дін, тағы басқа да философиялық әдебиеттер, ғылымдар дамыған мәдени қала болып табылады. Түркістан, мына жақтағы Түркістан бұл енді қазіргі Түркістанның мұрасы болып табылады. Ал бұрынғы Түркістан кезінде мынадай болды. Үлкен бір қала болды. Жалпы бүкіл ошақтардың анықтамасын айтып бердім. Тағы қандай тақырыпта туралы видео түсірейін, соны комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Арнаға тіркеліп лайк басамыз. Ал ертеңгі күндеріңізге сәттілік, сау болыңыздар. Біз қоштаспаймыз. Келесі көріскенше.